Фильм қара киім киген ер адамдар тобынан басталады. Олар банктың жанында тоқтайды. Көліктің тізгінінде жүргізуші отырады. Қалғандары тыныштықпен ішке кіреді. Жүргізуші сүйікті әнін қосып, ырғаққа еніп, өз әлемінде жүргендей болады. Ол әйнек есіктердің ар жағында қарулы тонау жүріп жатқанын білмейді. Полиция көлігі өтіп бара жатқанда ол есін жиып, қалпын түзеп, абайсыздығын жасырады. Кенет дабыл қағады. Топ мүшелері сыртқа ұмтылып, көлікке мініп, қашу басталады. Тізгінде Бэби отырады. Оның жүргізу шеберлігі тамаша. Бірінен соң бірін қуып келе жатқан полиция машиналарын дәл маневрлермен сілкіп тастайды. Мінсіз уақытта жасалған айламен тіпті полиция тікұшағында жолдан тайдырып, жанама жолға түсіп, оларды жоғалтады. Қауіпсіз жерге жеткенде топ мүшелері жаяу тарап кетеді. Заң қызметкерлері оларды ұстап үлгермейді. Бірнеше сағаттан кейін Бэби көңілді күйде қалаға келеді. Кафеге тоқтап, 4 кесе кофе алады. Сол жерде бір қызды көріп қалады. Ол өзін немесе бір нәрсені еске түсіргендей болады. Бэби оны ілесіп кетуге азғырлады, бірақ танылып қалу қаупі қызығушылығынан басым түседі де, өзін өзі мәжбүрлеп, жолын жалғастырады. Қауіпсіз үйге оралған ол кофе таратып, әдеттегі бұрышына отырады. Салқын қанды және байсалды. Гриф оны қоздырып, үнсіздігімен өзін жоғары ұстау үшін мазақтайды. Бірақ Бэби қозғалмайды. Док $500 миллион бесеуіне тең бөліп жатқан кезде Грифке жүргізушіні мазаламауды бұйырады. Әркім өз үлесін алып, лифт арқылы шығып кетеді. Соңында Док өз үлесімен Бэбидің үлесін машинасына салады да, Бэбиге тек $10 мың байлам береді. Оның телефонын ауыстырып, келесі және соңғы жұмыс туралы қоңырауға күтуді тапсырады. Бэби неге Док қалған ақшаны ұстап қалатыны әзірге құпия. Сол түні банк тонауының кадрлары жаңалықтарда қайталанып жатқанда, Бэби саңырау асырап алған әкесі Джозефке тамақ пісіреді. Ақшаны жасырып қояды. Джозеф ақшаның қайдан келгенін сұрайды. Бэби ыммен жауап беріп, бұл соңғы жұмыс екенін, одан кейін мүлдем тоқтайтынын айтады. Джозеф оны сезімтал жігіт деп көріп, қылмыстан мүлдем аулақ болуды өтінеді. Бос уақытында Бэби дыбыстарды жазып, музыкаға айналдырады. Топ әңгімелерінің үзінділерінен тректе жасап, жинағын толтырады. Анасының ескі таспалары балалық шағындағы апат туралы ауыр естеліктерді оятады. Бір күні әдеттегі кафесінде отырғанда ол сол қызды тағы көреді. Бұл жолы тоқтап, оның дауысынан үзінді жазып алады. Сөйтсе ол жаңадан жұмысқа орналасқан екен. Аты Дебора. Ол жылы шырайлы, ашық мінезді. Екеуі оңай тіл табысады. Бэби жүргізуші екенін, үнемі жолда жүретінін айтады. Дебора оның еркін өмір салтын қызғанатынын мойындайды. Бэби ол ыңылдап жүрген әнді сұрап, кассетасын сатып алады. Кейін күні бойы сол әнді тыңдайды. Джозеф Бэбидің музыкаға деген құмарлығы оны басқалардан оқшаулап тұрғанын біледі. Бірақ өзі ештеңе естімейтін Джозеф пен Бэби тыныштық табады. Телефон қайта-қайта шырылдап, Бэби ақыры жауап береді. Док үлкен жаңа жұмысты айтып, жасырын жерге келуді бұйырады. Док жаңа топты таныстырады. Эдди, Ноуз, Джейди және Бетс. Жоспарды түсіндіре отырып, Бэбидің ерекше жағдайын айтады. Балалық шағындағы апаттан кейін құлағында үздіксіз шырылдау бар. Сондықтан ол әнмен басып тастайды. Бетс күмәнданады. Док оны жылдар бойы ең сенімді жүргізушісі екенін, 23 тапсырманы мінсіз орындағанын еске салады. Бэби бүкіл жоспарды сөзбе-сөз қайталап береді. Келесі күні таңертең сағат 8:30-да брондалған көлікті тонау басталады. Жұмыс барысында бір күзетші өлтіріледі. Зорлық-зомбылық Бэбиді шайқалтады. Қуғындағы полиция қызметкерінен құтылу үшін ол басқаларға оны өлтірмеуге тыйым салады. Ақыры қанды төгусіз құтылады. Көлік ауыстырған соң топ қауіпсіз жерге жетеді. Джейди мылтығын қалдырып кеткен қателік үшін өледі. Док Бэбиге қызмет үшін алғыс айтып, жұмыс аяқталғанын, енді тойлайтынын айтады. Бэби мәйіті бар көлікті қоқыс алаңына апарып, ұсақтағышқа салады. Сол кезде балалық апаттың ауыр естеліктері қайта оралады. Гаражда Бэби Докпен байланысының бәрін тастап, бір сәт еркіндік сезінеді. Дебора жұмыс істейтін мейрамханаға барып, еркін екенін айтады.
Дебора қуанады. Кофе үстінде музыка туралы әңгімелеседі. Бэйби ата-анасы апатта қайтыс болғанын, қазір саңырау қамқоршысымен тұратынын айтады. Көңіл күй романтикалық болады. Екеуі келесі аптаға кездесуді жоспарлайды. Бэйби үйге бақытты оралып, соңғы ақша байламасын жасырып, Джозефке қауіпті өмірден бас тартатынын уәде етеді. Дәлел ретінде жақын жердегі пицца жеткізуші болып жұмысқа тұрады. Ісі жақсы жүреді. Кездесу күні Бэйби сәнді, назар аударарлық келеді. Бәрі тамаша өтеді. Кенет Дог пайда болады. Дог Бэйбидің шынымен кеткісі келетініне сенбейді. Оны бақта келетін талисманым деп атайды. Джозеф пен Дебораның өміріне қауіп төндіріп, келесі жұмысқа мәжбүрлейді. Бэйби тек сүйгендерін қорғау үшін келіседі. Дебораны үйіне апарған соң келесі күні кездесуді сұрайды. Таңертең Дог Бэйби мен жиеніне пошта орталығын барлауға апарады. Бэйби назарын жие алмайды. Кейінірек Дог Бэйбидің үйіне апарып, жұмыстан кейін жаңа үй беретінін уәде етеді. Бэйби Дебораға қоңырау шалып кездесуді болдырмайды. Бірақ қашып кетуді армандап, Дебора бірден келіседі. Соңғы жиналыста топ Бетспен және Баддимен толығады. Дог жоспарды түсіндіріп, құрал жабдықты алуға тапсырма береді. Бэйби Деборамен кездесуден қалған үшін қиналады. Бетс оған күмәнмен қарайды. Қару алуға бара жатқанда Бетс қаскөйлерді өлтіреді. Бэйби қорқады. Кейін Дебораны көрген Бетс оны өлтіруге әрекеттенеді. Бэйби тоқтатады. Дог жоспарды ертерек бастауға мәжбүр болады. Бэйби бәрін жасырын жазып алады. Түнде шығуға әрекеттенгенде ұсталады. Таспаларды тыңдап, кінәсіз екені анықталады. Бірақ Дебора туралы бәрі біліп қалады. Тонау күні Бэйби Бетсті өлтіріп, жоспарды бұзады. Қарулы қақтығыс басталады. Бэйби қашады. Дарлинг өледі. Бадди кегішін қуады. Бэйби Джозефті құтқарып, қарттар үйіне апарады. Дебораның жұмыс орнына барғанда Бадди күтіп тұрады. Полиция келген сәтте олар қашады. Дог алғашында бас тартады, бірақ кейін Бэйби мен Дебораға ақша беріп, шекарадан өтуге көмектеседі. Өзі полициямен қақтығысып, қаза табады. Бадди соңғы шайқаста өледі. Бэйби мен Дебора еркіндікке шығады. Бірақ полиция ұстайды. Соңғы көріністе Бэйби 5 жыл түрмеде отырып, мінез құлқы жақсы болғаны және бірнеше адамның өмірін сақтағаны үшін мерзімі қысқарып, шартты түрде босайды. Дебора оның жанында қалады.